Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай шоколадты құлпынайдың жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен құлпынайды жақсылап жуып, кептіріп аламыз. Одан соң шоколадты темперировать етеміз. Шоколадты темперировать ету туралы толық видео менің арнамда бар. Ссылкасын подсказкадан немесе төменде описаниядан таба аласыз. Зубочистканың көмегімен құлпынайды ұстап тұрып шоколадқа батырамыз. Менде бельгийский калибаут шоколады, немесе оны калибо деп те атайды. Шоколадымыз қатпай тұрып, үстінен ұсақталған жаңғақтарды себеміз. Қалған құлпынайларды да дәл осылай жасаймыз. Келесі құлпынайларға осындай әдемі посыпкаларды қолданамын. Қалған құлпынайларды ақ шоколадқа батырамын. Шоколадты, яғни калетыйды қолдана отырып, аюдың келбетін келтіреміз. Бұл аюдың екі құлағы және тұмсығы болады. Шоколад қатқан соң көзі мен мұрнын салатын боламыз. Негізінен шоколадқа пластикалық ыдыстарды қолданған ыңғайлы. Себебі шыны немесе металдан жасалған ыдысты қолдансаңыз, шоколад тез қатып қалады, ұзақ уақыт онымен жұмыс істей алмайсыз. Ал мына жерде мен сусальное золотоны қолданамын. Видеода көрсетілгендей зубочистканың көмегімен көзіме мұрнын саламыз.
Құлпынайды әсемдеп болған соң оңы тоңазытқышқа шамамен 15-20 минутқа толықтай қатқанға дейін салып қоямыз. Қатқан соң қорапқа салып боксымызды жинаймыз. Бізде осындай әдемі сыйлық дайын болды. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.